Достар, бүгін сіздің назарыңызға селтпачубай салатын тек рулет түрінде ұсынамын. Пищевой пленканың бетіне піскен қызылшаны төркіден өткіземіз. Қызылшаның бетіне майонезден сетка жасаймыз. Енді піскен сәбізімізді қызылшаның бетіне төркімен өткіземіз де бірде қылып төсейміз. Сәбіздің бетіне де майонезден сетка жасаймыз. Оған тұз, бұрыш себелейміз. Сәбіздің бетіне піскен жұмыртқамызды үккіштен өткізіп, жұмыртқаның үстіне де майонезден сетка жасаймыз. Жұмыртқаның үстіне піскен картофелімізді үккіштен өткіземіз де, оған да сетка жасаймыз майонезден. Енді картоптың үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Ең жоғары қабатына ұсақтап тураған майшабақ балығын төсейміз. Пищевой пленканың бір шетін көтеріп, рулет тәрізді қылып ораймыз. Салатымызға арналған ыдысымызға рулетімізді саламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Саусағы жоғары лайк басамыз, жылы комментарий жазамыз. Оралған шубамызды әрілендіреміз. Шубамыздың дәмін татуға кірісеміз. Астарың дәмді болсын.